Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін асқабақтан және лимоннан жасалатын пайдалы дәруменге толы мармелад жасайтын боламыз. Асқабақтың құрамында көптеген адам ағзасына пайдасы бар дәрумендер бар. Дәмі сондай нәзік, тәтті, тіпті лимонның қышқылы да білінбейді. Бізге асқабақ, қант, қайнатылған салқын су, желатин және де бір дана лимон керек. 30 грамм желатинімізге салқын қайнатылған суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Суымыздың міндетті түрде қайнаған және де өте салқын болғаны дұрыс. Сонда желатиніміз ісініп, жақсы болып шығады. Жақсылап араластырып болған соң, тоңазытқышқа салып қойсаңыз, тезірек ісінеді. Енді жақсылап тазартылған, жуылған асқабағымызды тураймыз. Асқабақты турағанда формаларын біркелкі қып турауға тырысыңыз. Яғни қалыңдықтары біркелкі болғаны жақсы. Асқабағымыздың қалыңдығы шамамен 2 сантиметрдей болса жеткілікті. Асқабағымыздың үстіне суымызды құйып, отта қайнатып аламыз. Асқабағымыз орташа отта қайнағанша лимонымыздың шырынын сығып аламыз. Лимонымызды ортасынан осылайынан бөліп, шырынын сығып, дәндерін сүзіп алдым. Асқабағымыз қайнады, осылайынан бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Қайнаған соң қызуын азайтып, орташа отта 3-5 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Өзі тез піседі, піскенін осылайынан ағаш таяқша арқылы тексеріп көрсеңіз болады. Асқабағымыз пісті, енді абайлап суын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Бізге тек асқабағы қана қажет. Асқабағымызды езіп, біркелкі пюре жасаймыз. Мен осылай блендермен жасадым. Егер сізде блендер болмаса, ет тартқыштан 2-3 рет қайталап өткізіп жасасаңыз болады. Ең бастысы біркелкі майда масса пайда болу керек. Шамамен 1 минутта дайын болды. Қайтадан ыдысымызға салып, жай отқа қойдым, себебі сәл суып қалды. Егер сізді ет тартқыштан жасасаңыз, сізде міндетті түрде ысытып алыңыз. Isытқан кезде отын өте баяу қойып араластырып тұрыңыз, қайнап кетпеуі керек. Қантымызды қосамыз, және де дайын болған желатинімізді қосамыз. Желатиніміз толықтай ергенше жақсылап араластырамыз. Дайындап қойған лимонымыздың шырынын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық масса пайда болады. Ыдысымызға астына осылайынан пищевой пленканы төсеп, дайын болған массамызды құямыз. Тұтамыз, суыған соң мұздатқышқа қойып 4-5 сағатқа салқындатамыз. Мұздатқышта 5 сағаттай тұрды. Міне біздің мармеладымыз дайын. Енді әдемілеп кесеміз. Дайындауға көп уақытыңыз кетпейді. Сол себепті дүкеннен дайын мармелад сатып алғанша, осылайынан өз қолыңызбен пісіріп жеңіз. Асқабақтың пайдасы негізі өте көп. Дәрумендерге толы, 1001 ауруға ем деп бекер айтпайды. Ал лимон болса, суыққа қарсы С дәруменіне толы. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Каналымда басқа да рецепттер бар, кіріп көріңіз. Сау болыңыз.